Желіде төбе шашың тік тұрарлық сұмдық ақпарат тарады. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армы-қазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды апта бойы алғашыларға тарында біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Ақтөбе облысында 12 адам қайғылы жағдайда көз жұмды. Ақтөбе облысында 12 адам қаралы атанды. Ақтөбе облысындағы жантүршігерлік жол апаты 12 адам көз жұмды деп хабарлайды өзгеріс.инфо. 23 қазанда Самара-Шымкент тас жолындағы Белқопа ауылының маңындағы даф жүк көлігіменен газель соқтығысқан. Алдын ала мәліметтер бойынша жүк көлігі қарсы қозғалыс жолағына шығып кеткен. Жол апаты салдарынан уақиға орнында 2 жүргізуші менен газель көлігінің 10 жолаушысы қаза тапты. Тағы 5 адам медициналық мекемеге жеткізілді. Бұл уақиға бойынша сотталды, тергеп тексеру басталды. Газель жолаушылары көлігі ресми түрде Т. Жүргенов ауылынан облыс орталығына жолаушылар тасымалдауымен айналысқан дейді Ақтөбе облыстық ПД өкілі. Уақиға орнында полиция қызметкерлері менен жедел тергеу тобы жұмыс істеп жатыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар, және де осыған ұқсас өзге де ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз.